Бүгін 16 маусым 2024 жыл. Міне мен қолөнер Тараз бірлестігінің жетекшісі Раушан ханымның үйіне бара жатырмын. Мені міне үлкен ұлым Қайыржан алып бара жатыр. Менің подписчиктерім. Мына ғой баса барады. Міне Раушан шебердің де үйіне келдік. Кірейік қазір. Мынаның бәрі гүл екен. Ой, қандай керемет. Мына қандай керемет. Гүлдердің бәрі роза гүлдері жашты. Ой, қандай Раушан әпкейдің гүлдері қандай әдемі. Қандай керемет күшті гүлдер. Саламатсыздар. Айттарыңыз құтты болсын. Елена шебер, Раушан шебер. Міне біз Раушан шебер ханымның үйіне келдік. Өзіңіз жайында айтып кетсеңіз, таныстырып. Мен Раушан Иманәлі қызы. Өзім жайында айта кетсем, ұлтым қазақ. Өнер саласында жүргеніме 40 жылдан аса уақыт болды деп ойлаймын. Енді таза өнерге көшкеніме. Оның алдында біз енді өзімізден ата-бабадан келе жатқан мұра ғой. Өнер деген анадан беріледі, әкеден берілетін өнер нәрсе. Сол кішкентайымыздан баулыған анамыз. Жүн үйіруді, жүн түтуді, жүнді қалай бояуды, кілем тоқуды, алаша тоқуды, киізге. Мен 5-ші класстан бастап киізге оя бастадым. Мен қазірде оюшымын деп айта аламын, өйткені қағазға қарамай өзім оя берем, оюды. Қазіргі кезде мен мысалы қуыршақтарға қазақи түр беремін, жүнмен жұмыс істеймін, жаңағы түскиіздер жасаймын, киіз басам, сондай жұмыстар, көйлек басам, сондай жұмыстармен. Содан кейін өз басым табиғи тастармен жұмыс істегенде жақсы, солардан әшекейлер жасаймын. Енді әр саланы жасаймын. Ұлтымыздың ұлт болып, қазақ ұлтының сақталуы үшін, сапалы ұлт болып қалуымыз үшін тілден, өзіміздің санағымыздан басқа салт дәстүріміз болу керек, ұмытылмау керек. Сол кезде ғана ұлт өзінің ұлттығын жоғалтпайды деп ойлаймын. Салт дәстүріміздің ішіне қолөнер де кіреді. Қолөнер өшкен ұлт, ол ұлт болып қалмайды. Сондықтан қазіргі кезде мен өте қуаныштымын. Қолөнер дамып жатыр. Біз сол ортада жүрген, біз алтын көпіріміз ғой. Білгенімізді кезінде ата-анамыздан көргенімізді, солардың бәрін біз келер ұрпаққа жеткізушіміз деп ойлаймын. Қазақтың ұлттық өнерін дәріптеушімін деп санаймын. Менің әкем айтушы еді, адамның сыртқы дүниесіне қарама деп ше. Мысалы, қазіргі заманауи қалыпта киінуі мүмкін, заманауи қалыпта жүргенімен біздің ішіміз ұлт деп соғу керек жүрегіміз, ұлтты марапаттауымыз керек, жерімізді, дінімізді, тілімізді дамытуымыз керек, соны тұғырлы жерге жеткізуіміз керек деп ойлаймын. Вот это я вот целый год работы мои. Вот смотрите, здесь же не просто, вот снутри шимен жиған. Ішінде ши. Кәдімгі тура шынайы өмірдегінде ішінің барлығы ши жасаған. Мынау кәдімгі тоқыма кәдімгі. Міне, мынау осы. Бұны типаж міне. Шаңырағында мына шашбаулары. Ана басқұрлары. Это ручная, да. Вот это все ручная, да? Кәдімгі, бұл не қандай? Күшті. А мына жерде әртүрлі не бердім, міне. Мынау символ, міне құсқанаты. Құсқанаты. Символ, чтобы свободой, бейбітшілік болсын, жақсы болсын. Мынау 4 не, мысалы жасылдан жасыл, енді ол қазақы түс. Қазақи түс, біріншіден, содан молшылықтың түсі, жайлаудың түсі, көктің түсі, жаңашылдықтың түсі, содан кейін қошқар мүйіздер, ол молшылықтың белгісі ретінде жаздым, шығардым, міне өстіп, оюларды өзім қолыммен саламын. Содан кейін бұл жерде 2 техника ғой. Біріншісі мен мынандай қылып жүнгі басамын, оны оямын, ойып, жаңа қырқып, пішіп, оны киіз қаптаймын да, содан кейін оға шейін мынандай, ал мына жерде сөйтіп қаптаймын да, содан кейін әшекейлеймін. Әшекейлеуді техника сухого валяния дейді, инемен шұқып отырып, соны әшекейлейсіз.
Мынау Құрғақ басу. Құрғақ басу, иә. Мынау да үшінші. Міне. Бұл жерде де содан кейін мынаның бәрін сырам. Ана сырмақтың тәсілімен сырмақ сияқты барлық оюды сырып шығам. Бұның ішінде де көрдіңіз бе? Шашақтары бар, шашақтары бар. Бәрі бұл таза жаңа қойдың жүнінен жасалған киіз, сондай киіздер. Міне осымен осындай үшіне. Мынаның бәрі таза жүннен жасалған киіздің бәрін басып. Мына жүн ақ киіз дейді ғой бұндай. Осындай жүндер анаяқта да жатыр. Осындай жүндерден ғой, әртүрлі жүндерден. Жаңа көйлегімді көрсеттім ғой, сол көйлегімді де осы міне. Осы микрон, мынау жерде 18 микрон дейді, жүннің жаңағы талшығына байланысты 16 микроннан 36 микронға шейін жаңағы қалыңдық болады. Чем микрон аз болған сайын, мынау жібек жүн сияқты күшті керемет болады. Осы жүндерді жасаймын, содан кейін міне мынандай, мынаның бәрі мынандай жаңағы вискоза дейді. Вискоза деген жүн, жүн ғой енді. Әшекейлеу үшін. Ол анау біздің шырша ағашынан дайындалады. Ол да таза. Міне, мынаның бәрі толған осындай мынандай вискозалар. Осындайлармен әшекейлеу үшін жұмысына жұмсаймын. Содан кейін мынау жаңағы менің таза жаңағы не дейді? Жібек құртынан жасалған жібек мата. Мата жібек мата. Біз осы қалпында, ақ қалпында аламын, мен оларды әр түрлі түстерге бояймын. Сөйтіп осыларды дайындап қоям. Бұл менің заготовкам. Содан кейін жаңа көрсетілген шолк бар ғой. Солардан мынандай орамалдар жасаймын. Шәлілер. Керемет. Бұл жерде жаңағы таза жүн, жаңа вискозамыз, содан кейін жаңағы жібек мата. Таза жаңа жібек құртынан алынатын жібек матадан жасалған мынандай шәлі. Қызыл, ақ. Мына бағана көйлегіме арнап жасалған шәлі. Қазақтың ұлттық оюларын ойдым. Оюлардың бәрін өзім қолдан оямын. Керемет. Войлықта ол нуна-войлық деп аталынады. Нуна деген ол матамен қосып жасалынады. Ол жерде мен жаңағы таза мақта маталармен жүнді араластырып жаңа басам. Содан ол жерде мынандай нәрселер пайда болады. Көрдіңіз бе? Мынау шеті таза көрінбейді. Олар шындығында мыналар. Кәдімгі қыбы маталар. Мата беті жүн. Бұл қалыңдау анағын қарағанда қыста да. Мынау енді жаңа жұқа айтқан жұқа сияқтыларым. Жұқадан жасалған. Жаңа вискоза дегенді салған кезде жүн жылтырап жайнай түседі. Содан кейін мынау да мына жағы жаңа сари дейді. Анау сари мата дейді ғой, қыбы, таза қыбыдан жасалады. Ана үнділердің сари деген матасын салып өсіп жасадым. Таза, экологиялық жағынан таза. Өйткені мен өз басым, өзімді утилизация жасағанды жақсы көрем. Қалдық заттардан әртүрлі, мысалы, ойыншықтар, әшекейлер жасаған кезде мен қалдық заттармен тастамайсыз бәрін жұмыс. Соларға бәрін іске асырасыз. Екінші өмір бергенді жақсы көремін. Алла қаласа алда болатын мына аккредитациямыз бар. Соған уже дайын жұмыс. Дайындық. Міне нуна-войлық дейді. Бұл жерде көріп отырсыздар, мына жерде матамен араластырып. Мына жағы жүн. Мені көрдіңіз бе? Тривадно. Сонда мені көрдіңіз бе? Мына жерде нуна-войлық. Керемет. Этикеткасымен тұрмын. Мына жерде бір шеті жүн, бір шеті тоқыма. Сонда екеуі два в одном. Қалың, жұмсақ. Жаңағы, мына жерде махер, жіпті өсіп салып, мына жерінде жүнмен жұмыс істейді. Дайындықтар жайлап жүріп жатыр енді. Алла қаласа, бұдан да көп дайындық болады деп ойлаймын күзге шейін. Міне, осындай жұмыстар. Мына жерде нуна-войлық тканьмен. Бағалары қанша? Бағалары 15 мыңнан жоғары. Жұмысына қарай. Жұмысына қарай, иә. Мынау да енді бұл пішілуді требовать етеді. Содан кейін мен мынау қалдық заттармен, маталармен, матаның қалдықтарымен осылай да жұмыс жасаймын. Матаға жүнді басам. Сонда мына жағы қыбы мата болып шығады, мына жағы жүн болады. Содан жаңағы бұны мен пішіп
тігем. Сода мынандай заттар пайда болады, қалтасы салынған. Бәрі тігілген заттар. Осындай жилеттер тігем. Керемет. Іші жүн, жып-жылы, мына жағы кәдімгі. Сонда сіз тігінші де болып тұрсыз, оюшы да болып тұрсыз. Мен закройщикпін. Мен өзім жаңағы жоғарғы білім бар ғой, сол жоғарғы білімде оқып жүрген кезде соған қоса жаңағы 1 жылдық тігіншілік курсында бітірген. Өзіме өмірде керек. Одан басқа мен кішкентай кезімнен анамыз баулыды, өсірді ғой. Бірақ мен сол закройщиктің оқуын оқыдым. Айтып отырмын, көп салалы деп. Одан қала берсе, енді қол өнерде жүрген кезде адамға жету өнерде аз дейді ғой, мысалы. Сол сияқты мен анау кесте тігудің де несін оқығам. 1 жылдық курсын оқығам. Осы жақын арада қыста 3 ай оқыдым ба, 4 ай оқып, ана біз кестемен тігуді үйреніп шықтым. Ол не үшін керек ол? Мынау шапкаларды көрдіңіздер ме? Мынау шапканың бәрі, мына бас киімдер. Бұл бас киімдер әлі бітпеген бас киімдер. Мен біз кестемен бұларды әшекейлеуім. Мен бірінші заготовка дейді, осындай заттар дайындап қоямын, мысалы. Содан кейін барып, кейін осылармен жұмыс істей бастаймын. Өзім қуыршақтарыммен ойнай бастаймын, әшекейлей бастаймын. Қуыршақтардың бәрін өзіңіз киіндіресіз? Киіндірем, шаш жасаймын. Мысалы, үлкен қуыршақ, шашы жүннен жасаймын. Мені қуыршақтар тұр, иә. Иә, ана. Мені қуыршақтар. Мына енді кірген бетте Раушан шебердің мына шеберханасы. Мына жақ түгел кітапхана екен. Мына жақтың бәрі түгел дипломдары, алғыс хаттары түгел міне. Сувенирлері, сыйлықтары алған. Ана қол өнершілер сондаймыз ғой, бір кезде орамал басым келіп кетеді, бір кезде басқа более крупный, мынандай суреттерде саламын. Оны енді жүнмен басып шығарамын. Основасын фоновый рисунок жасаймын да, кейінен мынаны бұл жерде 2 техника ғой. Жаңа ылғал мен құрғақ жүнмен жұмыс істеу техникасы болады да, содан кейін біріктіремді, кейінен қайтадан осының бәрін неріп мынандай әшекейлеймін. Сонда сіз қолөнер суретшісі де болып тұрсыз ғой енді? Кейбір кезде сурет салатын да бар. Мынау таза жүн. Кейбір кісілер жасайды қазір, ішіне поролон салып, сыртын жаңа жасап. Ал мына жерде таза жүн. Осындайдың біразын Израильден келген бір дәргі кісі екен, сол алып кетті. Не үшін алып кетті? Өйткені қараңыз, бұның емдік қасиеті күшті ғой, жүннің ішінде білесіздер, қанша химиялық элементтер, адам ағзасына керекті элементтермен қоса бар. Мынау осындай тасты жасаған себебім, біз анау инсульт алған кісілер жата бергендіктен пролеж болады ғой. Или остеохондроз дейді. Сол кезде мына подушка ретінде жасаған, или мынандай ковриктерім бар еді, олар кетіп қалды Израильге. Сол кезде алған себебі, мына адамды пролеж болмау үшін біз подушка тіктік, мысалы, өз анамды күттім, содан білемін. Жаңа тарыдан тігіп сөйтеді. Или ол жерді смазывает специальный дәрілермен. Ал мынау енді табиғи нәрсе. Мынаны аяғының астына пролеж болады-ау деген жерлерге қойсаңыз, ешқандай жаңағы қан айналымы сол жерде тұрақтап қалмайды, жақсы, сол көмегі күшті керемет нәрсе. Соны жаңа Израильден бір кісілер келеді, бұл осы 2 жыл бұрын. Сол түсінді, сол мынау бүкіл заттарыма, естественно, упаковка деген болады міне. Осындай сумкаларды жасаймыз. Айша Биба деген жасаған осындай сумкаларымыз да бар. Мынау кесте ғой? Кесте. Бұны машинкамен жасаған. Мынаны тігіп барып. Мен осыдан шынында айтсам бір 10 шақты жыл бұрын мынандай методиканы өзім ойлап таптым. Қазірде қарайым, Фейсбукта бұны көрген емеспін. Бұл таза, жаңағы мен айтып отырмын ғой, тастанды заттармен жұмыс істеген жақсы көрем. Бұл жерде кәдімгі жүн өнімімен шиша, іші кәдімгі бөтелке. Міне, таза бөтелке. Қалдық заттар. Соның сыртын мынандай жүнмен бесшовный қылып неғып шығамды, бұл әріледім. Сол кезде мынаның ішіне қымыз, қымыран, не қойсаңыз да болады. Мысалы, қойып, біреуге подарка жасауға болады. Сусын қоюға. Енді сонда біраз бутылка жасап ем, қазір енді осы бір-екі... Мына қуыршақтары бәрін өзі жасайды. Сол Раушан ханымыз міне суретші, қолөнерші, оюшы, киіз басу шебері.
Киіз үйші дейді ғой. Киіз үйші Қазақта болып киіз үйші дейді. Мына үлкен кілеміміз жатыр, Алла қаласа ертеңгі болады неге дайындалып. Ух ты, мынау Иә, мынау сенің коллекцияңда сол. керемет, керемет. Эльмира ханым, мынау түйе киелі дейді ғой, соны сіздің жаңа коллекцияңызға бергім келіп тұр. Сізге. Ой, керемет. Қандай Осыны менен керемет қабыл алыңыз. сыйлық мынау. Аха. Қандай керемет сыйлық. Рахмет, рахмет.